жатқан көзім неткен әдемі шіркін. I only pray you never leave me behind, because good music can be so hard to find. I take your hand and holding close. Мен көрген ең ғажап жер. Бұл күнге Алатаудағы Жасыбай көлдері. Мұнда келетін жолдың өзі қызыққа толы болды, сондықтан бәрін басынан баяндап берейін. Ауылымыз Тоғызбақтан Жасыбайға атпен баруды жөн санадық. Ертерек шығуымыз керек еді, бірақ 14 жігіттің басын қосамыз дегенше біраз уақыт кетті. Сондықтан жолға сағат 11-де ғана шықтық. Табиғаттың тамашасы бірден басталды. Жетмеркінің сайына түсеміз дегенше сан түрлі эмоцияны бастан өткердік. Тамсандық, қорықтық, қуандық. Кәдімгідей экстрим ой жол деген. Оң жағымыз тік бет, сол жағымыз құз. Кәдімгідей жатырмыз. Ауылдан шыққанымызға 1 сағат болды. Таңқурай теріп жүрміз. Жігіттер таңқурайды көргенде тоқтай алмай қалды. Аттарымыз бір жаққа, өзіміз бір жаққа жайылып кеттік. Құрметті барша оқырмандар, мына бізде көпшіліктің сұранысына ие болған мына қыш кеседегі кесе самса өте дәмді. Мына көпшіліктің сұранысына ие болған мына қыш кеседегі самса өте дәмді. Мына мен сіздерді тандырдан ыстықтай мына үзіп, мына өздеріңіздің көз алдарыңызда көрсетіп жатырмын. Мына қараңызшы, керемет самса. Мына тандырдан үзіп сіздерден арнайы мына кесе самсамның тестасы да өте жұмсақ, сорпасы соусымен беріледі. Қараңызшы, керемет. Бері жақынырақ ала бер. Өте дәмді, қараңызшы, соусымен, сорпасымен ішкенге не жетсін? Өте дәмді.